Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған бірінші БЖБ номер 1-ді талқылаймыз. Атомдар, молекулалар, заттар бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Ал кеттік. Бірінші тапсырма. Берілген элементтерді металл және бейметаллға жіктеңіз. Сіздерге міне беріліп тұрған залда алдын ала мен сіздерге бөліп қойдым. Бізде калий, литий және алюминий, металл. Ал қалғандары бізде бейметалл болады. Әрине бұның барлығын Менделеев таблицасынан ашып нақтылап қарасаңыздар болады. Сіздерге литий элементінің атом құрылысы берілген. Осы атом құрамындағы бөлшектерді атаңыз. Жақсы, ona берілген сурет бойынша біз мынау сыртқы қабаттағылардың барлығы бұл бізде не болады? Бұл бізде міндетті түрде электрон болады. Көк түсті берілген ол электрон. Қызыл бізде нейтрон. Міне, мынау қызыл, міне қызыл, нейтрондар. Ал аппақ болып тұрған бұл бізде протон. Түсінікті, иә? Жақсы, әрі қарай атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Сіздерге берілген көміртек, оттек, хлор, оның атомдық массасы, протон саны, нейтрон саны, бұның барлығын P-table таблицасынан көрсеңіздер болады. Әрине, P-table таблицасы жаңағы Менделеев таблицасынан онлайн форматта. Ол өте ыңғайлы қолданысқа. Так. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне, осы таблицадан кез келген қай жерде протон, нейтрон екенін анықтап алсаңыздар болады. Міне, сіздерге изотоп барлығы берілген. Міне, электрондар. Сыртқы қабатында, ішкі қабатында қайсысы қай жерде орналасқаны, ядроны, протонды, нейтронды көрсетеді. Міне, жаңа бізде литий. Ішкі қабатында протон мен нейтрон, сыртқы қабаттарында электрон, оның барлығы көрсетілген. Міне, 1s2, 2s1 деп аяқталады екен. Түсінікті, осы таблица арқылы анықтай берсеңіздер болады. Жақсы, әрі қарай қарайық. Так. Осының барлығын Менделеев таблицасынан көресіздер. P-table арқылы да шешіп алсаңыздар болады. Алдын ала белгілеп кеттім, сізге көмек ретінде болсын деп. Жақсы, келесі сұраққа мән берейік. Изотоптардың қасиеттерін алғаш рет 20-шы ғасырдың басында анықтаған изотоп терминіне анықтама беріңіз. Ол дегеніміз бізде ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі бір элемент түр өзгерісі деп біз изотопты айтамыз. Кез келген екі элементтік изотоптарды мысал келтіріңіз. Әрине кең таралған изотоптардың бірі бұл хлор. Хлор 36-да 5 және 35-те 5 болып кездеседі. Сондықтан мысал ретінде міндетті түрде хлорды жазып кетсеңіздер болады. Баға беру критерий сіздерге барлық осы сұрақтардың барлығына 10 балл берілетін болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Назерке Әлбекқызы көмектеседі. Қош, сау болыңыздар.